Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай өте дәмді, өте жұмсақ шоколадный капкейк жасаймыз. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан өте керемет шығады. Ең алдымен бізге жұмыртқаға қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Осы процеске жақсы көңіл бөліңіздер. Ыдысымыз таза болу керек және құрғақ болу керек. Массамыз дәл осындай 2-3 есеге көтерілу қажет. Үстіне сұйық май, електен өткізілген ұн және 1 шай қасық разрыхлитель салып, үстіне 3 қасық какао салып, жақсылап миксерлейміз. Массамыз біркелкі болу керек, ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Осы қамырлы массамызға үстіне шоколад саламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым, ұсақ етіп турап. Дәл видеодағыдай араластырамыз. Формамызға біраз қасықтан салып шығып, градус қызып тұрған пешімізге 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің шоколадный капкейкіміз дайын болды. Өте жұмсақ болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.